кезде бір қате я дөрекі қылық адамның ойын қозғайды да. Мысалы жақында әлеуметтік желілерді мынандай видео шулатты. Баланың туған күні отбасыда үйде тойлап жатыр. Баланың әкесі торт орнына қойдың басын шығарады да, қойдың басына шырақтар тығып қойды. Соған жұрт пікірін жазып жатыр. Бұл дұрыс емес, шырақ, жалпы шырағың сөнбесін деген қазақта бата болды. Сосын қойдың басымен ойнауға болмайды, ол қасиетті дүние. Біреулер қолдап жатыр, несі бар, бұл көңіл үшін күлкілі ғой деп. Сіздің пікіріңіз айтпақшы қандай. Ал мен болсам, мен мынандай ойға келдім да. Менің мынандай негізі қойдың басын тек қана әкесі марқұм болған, қайтыс болған адамдарға тартады. Демек, әкесі жоқ адамдарға қойдың басын тартады. Сонда Таласбек Касимкуловтың романында мынандай эпизод бар. Қырқы өтіп, күйші Сабыттың қырқы өтіп, сосын оның досы, әнші Шерім, қызын, сосын асыраған баласын бәрін көңіл шайға шақырады. Сол көңіл шай кезінде жұбатып, басу айтып, ақсақал енді данышпан адам ғой, ал анау балаға, енді жас өспірімге, бозбалаға қойдың басын тартады. Анау тіксініп қалғанда, оған ақсақал айтады, сен енді осыған үйрен. Сен енді сенің әкең жоқ, қойдың басын енді сен ұстайсың деп. Бұлай қарасаң, я дұрыс осылай, реті солай. Бірақ бұның әлде қайда терең мағынасы бар екен. Өйткені инициация, посвящение, қазақша айтқанда қазір бағыштау, арнау деп аударады, бірақ Серікбол Қондыбай жетпек деген көне терминді реконструкция жасаған ғой, қалыпқа келтірді. Сол жетпек деген ол бір ғұрып. Жас адам сынақтан өткеннен кейін, бір сынақтан абыроймен өткеннен кейін, оның дәрежесі өседі. Оны басқаша қабылдайды. Былайша айтқанда статусы өзгереді қоғамда. Сол сияқты бұл жерде ол баланың әкесі өлгеннен кейін, әрине әр жерде оны көңіл шайға шақырады. Қазақтың әдеті бойынша. Сол кезде бас ұстату деген балаға, әкесі өлген балаға, ол сен енді бұл отбасының басы боласың. Бұл үйдің басы боласың. Сен осы үйдің еркегі, бас көтерер азамат сенсің деп балаға осыны ұқтыруға жақсы ғұрып екен. Былайша айтқанда инициация, ғылыми тілмен айтқанда. Өйткені енді ауыртпалық, қиналды, қайғыланды. Енді ол баланың еңсесін көтеру керек. Оның енді жаңа міндетін оған ұқтыру керек. Сол.